Құрғақ тері тез қартаюдың себепкері. Жастың ұлғаюына байланысты немесе терінің серпімділігі бәсеңдеуіне байланысты тері құрғауы мүмкін. Сондықтан теріңіздің құрғап кетпеуін үнемі қадағалап жүріңіз. Беттің емес, жалпы дененің көп бөлігінің құрғақтығы денсаулықтағы проблемалардың көрінісі. Бет терісінен бөлек теріңіздің көп бөлігінің құрғақтығын байқасаңыз, дәрігерге барыңыз. Ал тері құрғауының себептері өзіңізге таныс болса, онда әрекет етеміз. Терінің жағдайына көмектесу керек. Кейбіреулерде тері типі өзі құрғақ болып келеді. Кейбір адамдарда ішкі сыртқы факторлардың әсерінен тері құрғайды. Жаратылысынан құрғақ теріні әлбетте өзгертіп жібере алмаймыз. Бірақ дұрыс тамақтану, күтім көрсету, косметикалық өнімдерді тері типіне қарай дұрыс таңдап, дұрыс қолдану арқылы оның жағдайын едәуір жақсартуға болады. Ішкі және сыртқы фактор. Егер теріңіз ішкі және сыртқы факторлардың әсерінен құрғап кетсе, оны анықтау да қиын іс емес. Әр адам өз терісінің жағдайын жақсы біледі. Соған сай әрекет етеді. Сыртқы фактор теріге күтім жасауда қателіктер кетіп жатса, химикаттарды көп қолдану, өте ыстық немесе өте суық ауа райы, күннің, желдің және кондиционердің кері әсері, сабынмен күнделікті бетті жуу, терінің құрғауына әсер ететін косметикалық өнімдерді жиі қолдану, сонымен қатар сүлгімен бетті ысқылап сүрту, өте ыстық немесе өте салқын сумен жуыну да терінің құрғауына жол ашады. Егер осындай әдеттеріңіз бар болса, бірден тоқтата алмасаңыз, біртіндеп арылуға әрекет жасаңыз. Тері типіңізге сай кремдерді қолданып күтім жасаңыз. Өте ыстық және өте суық ауа райында бет пен қол терісін қорғау үшін SPF кремдерін қолданыңыз. Ішкі фактор А, Е, ПП, В2 дәрумендерінің жеткіліксіздігінде, гормондардың бұзылысында, қандай да бір ішкі органдардың ауруларында, спиртті ішімдіктер мен темекі өнімдерін қолдануда, депрессия, стресс, жастың ұлғаюына байланысты тері серпімділігі бәсеңдеуіне байланысты тері құрғауы мүмкін. Осы себептерден тері құрғап жатса, ол адамда мынандай өзгерістер болады. Терінің сезімталдығы артады. Жай ғана сумен жусаңыз да тері тартылып тырысады. Құрғақтық айқын білініп, тері жарылады. Терінің беткі қабаты сыдырылып түлейді, қышиды. Кейде теріге әртүрлі бөртпелер шығып кетеді. Асқынған жағдайларда кесіліп кетеді. Бұл тері ауруларына ұласып кетуі мүмкін. Сондықтан алдын алғаныңыз дұрыс болады. Терінің бұлай құрғауы тері ауруларының белгісі болуы да мүмкін. Мысалы шынтақ, тізе, алақан, мойын, желке құрғап кедір-бұдыр болып жатса, бөртпелер көбейіп тері қатайса, атопиялық дерматит, псориаз, экзема секілді ауруларды тудырады. Мұндай сырқаттар әрине маманның көмегімен ғана емделеді. Терінің қорғаныш қабаты гидролипидтік мантия деп аталады. Ол жоғарыда айтылған ішкі сыртқы факторлардың нәтижесінде бұзылып жұқарып кетеді де біртіндеп құрғап тері ауруларын тудырады және аллергиялық ауруларды шақырады. Осындай аурулардың әсерінен тері клеткалары қалпына келе алмағандықтан теріге әжім түсіп тез қартаюға алып келеді. Егер теріңіз қышып әбден құрғап әртүрлі бөртпелермен толығып жатса, косметолог, дерматолог мамандарына көрініп, нақты себебін анықтаңыз. Өйткені кейбір азық-түлік өнімдері асқазан ішек жолдарының қызметінің бұзылуы, гормондық өзгерістер, жас ұлғайған сайын ағзадағы кейбір функциялардың қызметі баяулауына байланысты тері құрғауының себептері болуы мүмкін. Омега май қышқылы және су негізі, сау тері сау ағзаның көрінісі. Тері жылтырап таза көріну үшін ішкі ағзалардың жұмысын реттеу керек. Ең маңызды көмек дәруменге бай азық-түліктерді рационыңызға енгізіңіз. Олардың қатарына омега май қышқылы және таза суды көбірек ішу кіреді. Ашық күн астында көп жүрмей, спиртті ішімдіктер мен темекіден мейлінше алыс болыңыз. Сондай-ақ эмальданған, эмалированный крем қолдану да жақсы әсерін кіргізеді. Егер теріңіз шамадан тыс қорғауға бейім болса, косметологиялық процедураларға жүгінгеніңіз дұрыс болады. Өйткені бұл процедурада теріге қажетті дәрумендерді, гиалурон қышқылын тері астына енгізеді. Нәтижесі ұзақ уақыт бойы сақталады. Сонымен қатар бетті ылғалдандыратын тоник, тонер, крем, сары су, яғни сыворотка,
эмульсия секілді косметикалық өнімдер, маскалар көп көмегін береді. Қандай өнімдер құрғақ терінің жағдайын жақсарта алады? Зығыр майы барлық өсімдік майларының ішіндегі омега-3 май қышқылына бай өнім. Сондықтан зығыр майында Е дәрумені мен фолий қышқылы көп кездесетіндіктен құрғақ теріге таптырмас көмекші. Авокадо антиоксиданттар, глутатион, магний, фолий қышқылы, К, Д дәрумендеріне бай өнім. Авокадо майы тері ылғалдылығын бір қалыпта сақтап, терінің тонусын жақсартады. Жұмыртқа белоктарға бай, онда теріге қажетті барлық амин қышқылдары бар. Ал сары уызында А, В12, Е, Д дәрумендері, фолий қышқылы, биотин, В5 дәрумені өте көп. Сары түсті азық-түліктер. Сары түсті өнімдер бета-каротиннің бұлағы. Оны адамның ағзасы А дәруменін синтездеу кезінде қолданады. Сонымен қатар сары түсті өнімдер Е дәрумені, микроэлементтер, хром, марганец, жез секілді адам ағзасына аса қажетті өнімдерге бай. Балықтың пайдасы ұшан теңіз. Оның негізгі пайдасы омега-3 май қышқылында. Балықтың құрамында А, С, Е, В12 дәрумендері мен микроэлементтер, темір, цинк бар. Одан бөлек селенге бай. Тап осы селен терінің серпімділігін қамтамасыз етеді. Ал сіздің теріңіз қандай типке жататынын білесіз бе? Бұл туралы сіздің пікіріңізді комментарийде күтетін боламын. Видео сізге пайдалы болса, лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіз.